Barşаңызға қайырлы күн достар. Kanalıma hoş geldіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін керемет өте тойымды кешкі асқа вареники тағамның рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, kanalıma тіркеліп өтіңіздер. Мен вареникидің қамырын дайындап аламыз. Ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, үстіне алдын ала осындай бокалға дайындалған 150 грамм су, бір ас қасық тұз және де бір ас қасық сұйық май құйып, жақсылап араластырып, жұмыртқаның үстіне құямыз. Үстіне ұнды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Сұйық май құюдың себебі қамырымыз езіліп кетпеу үшін құйдым. Өте жақсы болып шығады қамырымыз. Сіздер де дәл осылай жасаңыздар. Қамырымызды илеп алдық, мінекей. Енді 20 минутқа пакетке салып, немесе бетін жауып, тындырып қоямыз. Қамырымыз кішкене қану қажет. Енді вареникидің арасына салынатын салмасын, яғни картопты дайындаймыз. Мен алдын ала қайнатып алдым картопымды. Енді үстіне сары майымызды саламыз. Дәміне қарай жарты шай қасық тұз саламыз. Жақсылап шанышқының көмегімен езіп шығамыз. Картопымызды дайындап алдық. Жақсылап езіп, енді қамырымызды алып жаямыз. 20 минут өткен соң қамырымызды алып, вареникиміздің қамырын жаямыз. Неке өте әдемі, үйі қанған қамырымыздың. Енді осылай ортасынан бөліп, майда бөліктерге бөлеміз, яғни осылай сопақша тәріздес қылып аламыз. Мен шамамен көз мөлшерімен жасаймын, осылай майда бөліктерге бөліп аламыз. Қамырларымызды осылай майда бөліктерге бөліп алып, осылай дөңгелек формаға келтіріп алдым. Енді оқтаудың көмегімен қамырларымызды шетінен алып жая бастаймыз. Енді қамырымызды жаямыз, кішкене ұн себелеп жібереміз. Оқтаумен жайып шығамыз. Біркелкі дөңгелек форма қылып. Мінекей осындай дөңгелек қылып алдық. Енді арасына бір шай қасық картопымызды салып, қамырымыздың екі бетін осылай жапсырып шығамыз. Мінекей дәл осылай барлығын жасап шығамыз. Тағы да бір көрсетейін сіздерге. Осылай қамырымызды жайып аламыз. Кішкене ұн сеуіп жүреміз, жабысып қалмауы керек қамырымыз. Енді арасына салмамызды саламыз. Қамырымыздың екінші бетіне жабыстырып шығамыз. Дәл осылай барлық вареникилерімізді түйіп шығамыз. Вареникилерімізді осылай түйіп алдық барлығын. Енді қайнап тұрған суда пісіріп алатын боламыз. Қазанымызға суды құйып қойдым. Қазір кішкене бір 10-15 минуттан қайнайды. Сол кезде қамырларымызды салып пісіріп аламыз. Жатқан суымызға бір шай қасық тұз салып жібереміз. Енді қамырларымызды саламыз. Қамырымыздың бәрін салып алдық. Енді 8-10 минутта пісіреміз. Егер қамырларыңыз қалың болса, 10-15 минутта пісіресіздер. 8-10 минут өтті. Қамырларымызды, вареникилерімізді пісіп шықты. Енді сүзіп аламыз.
Вареники тағамымыз дайын болып шықты. Өте тойымды, дәмді тағамдардың бірі. Осылай қаймақпен ұсынсаңыздар болады. Кешкі асқа таптырмас тағамның бірі. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағана шығатын оңай тағамның бірі. Өте дәмді. Видеоны соңына көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Видеом ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп өтіңіздер. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі менде күнделікті жаңа рецепттер шығып отырады.